Сәлем қыздар, бүгін сіздермен керемет қуырылған шпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Керемет. Ол үшін ең алдымен қамырымызды елеп қоюымыз керек. Суға сүт құямыз, жұмсақ майымызды саламыз, жұмыртқаны және де тұз, ұн, қопсытқыш қосып жақсылап илеп тастаймыз. Видеодағыдай етіп. Қыздар, енді ұнды салғаннан кейін жақсылап илеп, одан кейін барып бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минутта демалу керек қамырымыз. Жиырма 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, теңдей етіп екіге бөліп, оны тағы да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін картоп пюресін дайындайтын боламыз. Қайнатылған картопқа сары май, сүт құйып және де дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап езіп шығамыз бір келкі болғанша.
Қыздар, енді ары қарай видеодағыдай етіп түйіп шығасыздар. Қыздар, дәл осы рецепт бойынша сіздерде 2 килограмм 100 грамм тұшпара шығады қуырылған. Бір жаңа қамырымызды 2-ге бөлдік, осы бір қамырының өзінен 1 кило 100-150 шығады. Сонда осы полностью осы рецепт бойынша 2 килограмм 100 грамм шығады сіздерде тұшпара. Қыздар, және де сіздер менен көбіңіз сұрап жатасыздар, 500 граммда қанша штук тұшпара болады деп. 500 граммда 26-25 штук тұшпара болады. Ал 1 килограммда 50-52 штук тұшпара болады. Енді қыздар, тұшпараларымызды қызып тұрған майда аз-аздан алып қуырып аламыз. Бірден бәрін салып қуырмайсыздар. Осымен қыздар, өте дәмді тұшпарамыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін фотоға түсіріп алып, маған жіберсеңіздер Instagram парақшама. Сіздерден фото есеп күтемін. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Керемет, маған ұнады. Мынандай жері хрустящий, да? Мына жақтары жұмсақ күшті болады. Керемет.